жігіт кім? Сендердің үйлеріңе келгіс деп кетті ғой өздері. Таный қоймадым, келгіш деп жүр ғой әйтеуір. Көлігіне, жүріс-тұрысына қарағанда мықтылардың біреу ау деймін. Бүгінгінің мықтысы жеуден, алудан мықты болып жүр ғой. Солардың бірі шығар. Адал ақша табу арман болып кетті ғой бәрімізге. Жеп жүргендердің біреуі шығар. Қашанғы жейді дейсің. Қанша жегенмен желкілерінен шықса да қоймайды өздері. Сау болыңыздар. Аман бол қарағым. Әке, сұрақ қойға бола ма? Сұрай ғой. Әке, сіз көп ақшаны қалай табасыз? Көп ақша деймісің? Ақша табу осы жерден басталады. Мен ғана емес, мына жұмыс істеп жүрген кісілердің бәрі осы заводтан ақша табады. Біз елге қажетті өнім шығарамыз. Сол өнімдерді шетелге сатамыз. Біздің ақшамыз балам. Еңбегіміздің жемісі. Осы жағдайға жеткенге дейін небір қиындықтардан өтуге тура келді. Ал сол қиындықтардан өтуге маған не көмектесті деп ойлайсың, балам? Білмеймін, әке. Маған көмектескен менің алға қойған мақсатым, адал еңбегім, күш-жігерім. Мына кісілердің бәрі менің адалдығыма сенеді. Сондықтан да біздің ісіміз берекелі әрі пайдалы. Балам, адамдардың ортасында адалдық болған кезде сенім болады. Сенім бар жерде алынбайтын қамал жоқ. Әке. Адалдық елдік мұрат. Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаменті.